Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жанбота Жандосқызы. Сіздерге химия менімен оңай осы парақшада химия пәнін қарапайым тілде түсіндіремін. Екінші тақырыбымыз бұл зат және оның түрлері. Химиядағы негізгі ұғым ол зат. Зат дегеніміз не? Зат дегеніміз химиялық құрамы мен қасиеттері сақталатын дене құраушысы. Дене дегеніміз масса мен көлемі бар зат. Мысалы үшін үй, компьютер, машина және доп. Ең қарапайым түрі бұл жерде доп болып тұр. Доп дегеніміз бұл дене, масса мен көлемі бар. Ал бұның құрамындағы заты, яғни зат дегеніміз бұл резеңкесі. Резеңкеден тұрады. Яғни денені құраушы нәрсе ол зат. Алдарыңызда тұрған схемаға қарайық, бұл бізде бірінші зат. Яғни зат бізде екіге бөлінеді. Таза зат және қоспа деп. Таза зат өз алдынан тағы екіге бөлінеді. Жай зат, күрделі зат. Күрделі затта кейде қосылыс деп айтамыз. Ал қоспа бұл гомогенді біртекті, гетерогенді әртекті болып екіге бөлінеді. Таза зат тек бір түрлі заттың молекуласынан тұратын зат. Ал жай зат бір ғана элементтен тұрады. Мысал үшін оттек, темір, сутек, алтын, бұлар бір ғана элементтен құралған. Жандарында О2, феррум, H2, аурум деп жазылып тұр. Бір ғана элементтен тұратын заттар бар. Күрделі зат немесе қосылыс екі не одан да көп элементтен тұрады. Мысал үшін су, ас тұзы, көмірқышқыл газы, қант. Бұлар формуласында бірнеше элементтер бар, яғни жанында жазылып тұр барлығының. Бұны біз қосылыс деп айтамыз. Егер де мысал үшін суды алатын болсақ, ол H2O-дан құралған. Егер де бұл өз алдына H2 деп сутек, яғни O2 деп оттек болып жазылып тұрса, бұл жай зат еді. Бұл екеуі қосылып, реакцияға түсіп, H2O суды құрады, яғни су түзілді. Су түзілген кезде осы бұл уже қосылыс болып саналады. Қоспа дегеніміз не? Қоспа дегеніміз екі не одан да көп заттың молекуласы тұратын зат. Қоспа бізде екіге бөлінеді. Гомогенді біртекті қоспа бұл көзбен көріп ажыратуға болмайтын қоспа. Мысалы бізде 3 стакан тұрады. Ол 3 стаканның ішінде біреуінде тұзды су, біреуінде қантты су, біреуінде су болады қарапайым. Біз не істейміз? Бұл үшеуін көзбен көре аламыз, бірақ ажырата алмаймыз. Бұның үшін дәмін көрмесек, тұзды су екенін, қантты су екенін, немесе қарапайым су екенін ажырата алмаймыз. Яғни біз бұл жердегі тұзды су мен қантты су бұл бізде қоспа деп аталады. Яғни суымызда, тұзда, қантта еріп кетеді. Гетерогенді әртекті қоспа дегеніміз көзбен көріп ажыратуға болатын қоспа. Мысалы үшін ол құм мен су, су мен май. Яғни 3 стаканға тура жаңағыдай мысалмен келтірейік. 1 стаканға құм салсақ, ол астына шөгіп кетеді. 2 стаканға майдан салсақ, май бетінде қалқып тұрады. Ал 3 стаканда таза су тұрса, біз ажырата аламыз үшеуін. Яғни біз көзімізбен көріп ажыратуға болады бұны. Көзімізбен көріп ажырата аламыз. Сізге менің ақпаратым ұнаған болса, лүпіл басып тіркелуді ұмытпаңыз. Мені жоғалтып алмас үшін тіркеліп қойыңыз. Ақпаратты сақтап алыңыз. Өз балаңызға немесе достарыңызға жіберіңіз. Мен осындай қызықты ақпараттармен сіздермен бөлісіп отырамын.